Жарты сағат ашитын қамырдан тартылған ет пен жусайдан өте дәмді болып шығатын осындай манты жасаймыз. Қамырымыз үлпілдек болу үшін міндетті түрде ұнымызды ситадан өткіземіз. Жылы суға тұз бен дрожжіні салып, жақсылап араластырып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз иленіп болып қалғанда үстіне сұйық майды құйып, толығымен қамырымызды жұмсақ етіп илейміз. Пищевой пленкамен немесе салафамен жауып, жылы жерге жауып қоямыз. Осы аралықта тартылған етіміздің үстіне жусайымызды, пиязымызды турап саламыз. Тұзымызды, қара бұрыш және сұйық майды құйып, жақсылап барлығын біріктіріп араластырамыз. Ашқан қамырымызды қолымызды сұйық маймен майлап, осылайынан домалақтап шарик жасап бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымыздың бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Осылай томпақ болып көтеріледі. Қолымызбен жайып, ішіне салмасын салып, осылай түйіп шығамыз. Негізгі түйу жолы осылай. Бірақ енді өздеріңізге қайсысы ыңғайлы, қолдарыңызға реті келеді, солай түйіп шықсаңыздар болады. Өзіміздің кәдімгі мантыны пісірген сияқты қайнап тұрған буда 35-40 минутқа газға қойып пісіріп аламыз. Қараңыздаршы, осындай керемет, өте әдемі, ұсынуы ерекше мантымыз пісіп шығады. Дәмі енді өзінше бір керемет дәмді болады. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып қолдауды және маған жазуды ұмытпаңыздар.